Міне біз жаңа суынан ауылынан еңбекке қарай шығып келе жатырмыз. Міне мына жер атауларын атап жіберсеңіз, міне бұл жаққа. Жер атауы мынау Жарқынбай ғой. Мынау міне мынау. Мына шоғы Жарқынбай. Міне мынау Жалпақтау. Мынау міне Теректау. Әр жағында не Зікірия тауы. Мынау ғой мынау. Иә, сол. Ортасында бір метр ғой, ана бір шіріген қайың, сол. Зікірия тауы. Зікірия тауы. Анау ағаш әне. Бөлек тұға мынау. Хиуаның ар жағында. Ол Дайрабай. Бергісі. Иә, әне ар Дайрабай. Дайрабай. Мына ағаштың атауы жоқ па? Бұл жоқ, жай бұл. Кемдер ғой. Мынау арғысы мынау ғой, получается. Міне птичный қасында. Үшінші бригаданың арымен қарай. Мына нені айтып жүрміз? Мәдидің. Ол ан жаққа шығамыз қазір. Мына сыртына шығамыз. Жаркент деген емес? Жарқын деген бөлуден Жаркент дейді орыстар Жарқын ғой енді. Сол мынау ненің птичник бар ғой баяғы, молаш ненің светлыйдың. Соның қасында өзі көл бар өзі. Таға сияқты да өзі. Ішінен бұлар кіреді, екі жағы бар. Көрінбей кетті, ана тұр ғой, можно мына абылай қазан еткенде көрінеді, трассамен кетіп бара жатсың ғой мысалы. Сонда уже мынау ана тұр ғой, анау Губань баяғы. Соған напротив өзі каналдың жиегіндегі ұзын ағаш тұр ғой, Мәдидің үш ағашы. Мәдидің үш ағашы. Үшеуі бөлек тұр ма сонда? Бұнда қосылып тұр ғой өзі. Ұзын да ұзын ғой. Және мынау Жалпақтаудан көндірілді. Видеоға түсіріп алайын. Бұл қалай жеріңіз? Қашқынбайдың қыстауы дей ме? Мынандай жаңағында төрт бұрышты болып кейбір жерде ирек орлар. Ана жақта бір шеті. Мынау биіктігі бір метр болады шығар мына жер. Міне жалғыз қарағай. Осы қарағайда былай солтүстікке қартай орлар бар. Міне жерде де бар екен. Ұзыннан ұзақ. Оңтүстік шығысқа қарай еңбекке қартай бағытта осылай. Осы міне бұл кім? Қашқынбайдың қыстауы дей ме? Кейін анықтаймыз.